Сәлем, балақай. Менің арнама қош келдің. Балақай, бүгін біз қауіпті заттар туралы айтамыз. Қауіпті заттар деп улы заттар қолымызды немесе денемізді жарақаттап алатындай үшкір немесе өткір заттарды, сонымен қатар күйдіретін ыстық заттарды қауіпті заттар дейміз. Балалар, бұл заттар барлықтарыңның үйлеріңде бар, бірақ сендер олардың қауіпті екендігін білмеулерің мүмкін. Олай болса, қане бірге білейік. Балалар, біріншісі қайшы. Қайшы өте үшкір әрі өткір болады. Сондықтан бір жерлеріңді жарақаттап алмас үшін қайшыны қолдарыңмен ұстамаңдар. Келесі дәрі-дәрмектер. Балалар, дәрі-дәрмекті тек ата-аналарыңның қадағалауымен ғана қолданған дұрыс. Себебі дәрі-дәрмекті үлкендердің қадағалауынсыз қолдану сендердің денсаулықтарыңа өте қауіпті болады. Сол себепті өз беттеріңмен дәрі-дәрмекті қолданбаңдар. Келесі пышақ. Балалар, көріп тұрғандарыңдай, пышақ та өте өткір әрі үшкір болады. Қауіпсіз болу үшін пышақты қолдарыңа ұстамағандарың дұрыс. Бұл өте маңызды ақпарат. Балалар, бұл өте маңызды. Бұл ескертулерді естен шығармаңдар. Келесі қауіпті зат ине. Балалар, қараңдаршы, ине киім төгуге арналған. Сол себепті ине өте жіңішке әрі үшкір болады. Егер де жерде жатқан инені көретін болсаңдар, өздерің қолдарыңмен ұстамастан бұрын үлкендерге хабарлаңдар. Келесі сіріңке. Балалар, сіріңкені үлкендер от жағу үшін қолданады. Сондықтан сіріңкемен ойнамаңдар. Әйтпесе үлкен өрт пайда болуы мүмкін. Келесі қауіпті зат газ тақтасы. Балалар, мынандай газ тақтасы барлығымыздың үйімізде бар, солай емес пе? Аналарымыз күнде осы арқылы біздерге тамақ жасап береді. Балалар, газ тақтасының бұрағыштарын бұрамаңдар. Ол өте улы газ бөледі. Сондықтан ол сенің және туыстарыңның өміріне өте қауіпті. Келесі электр тоқтары. Балалар, үйіміздегі үтік, теледидар, телефон қуаттағыш, шәйнек, тағы да басқа көптеген заттар электр тоғы арқылы жұмыс жасайды. Балалар, бұл құрылғыларды тоққа жалғауға мүлдем болмайды. Және келесі ашық тұрған терезе. Балалар, ашық тұрған терезеге шықпаймыз. Себебі терезеден сыртқа немесе ішке қарай құлап кетіп, өте ауыр жарақат алулары мүмкін. Менің айтқандарымды мұқият есте сақтап, қауіпті заттардан сақтаныңдар. Балалар, бұлардан басқа тағы қандай қауіпті заттар туралы білесің? Олай болса, сау бол, балақай. Келесі кездескенше. Арнаға тіркелуді ұмытпа.